Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жұп-жұмсақ рогалики дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, тұз, сары май, қопсытқыш, қант, дрожжи, жұмыртқа және ұн қажет. Ең алдымен қантымызға жұмыртқаны жарып саламыз да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жылы сүтімізді құямыз. Тағы да араластырып, қалған сместарымызды қоса бастаймыз. Дрожжи, одан кейін артынан қопсытқыш, сары майымызды құямыз. Сары майымызды құйып араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып, жұп-жұмсақ бір келкі нан илейміз. Көп ұн қоспаймыз, бір келкі жұп-жұмсақ нан илейміз. Видеодағыдай көрсетілгендей бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Енді осы бөліктерді ақырындап жаямыз. Пышақтың көмегімен осындай бөліктерге бөліп, әдемі рогаликтерді жасаймыз. Міне рогаликиларымызды жасап алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешімізге саламыз. Жұп-жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер видеом ұнап жатса, астына комментарий жазыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.